Сонымен HTML сабақтарын әрі қарай жалғастырамыз. Бұл сабақта мен iframe деп аталатын бір тегпен таныстырамын. Бұның қызметі өте қарапайым. Басқа бір кез келген сайттың немесе веб-парақшаны өзіміздің құжатымызға тасымалдауға болады. Енді бұл сөз арқылы ешкім ештеңе түсінбей қалуы мүмкін, сондықтан тәжірибе жүзінде көрсетейін қалай екенін. Ол үшін iframe деп жазылатын арнайы тег бар, соны жазып көрсетейін. Мына жерге iframe деп жазамыз, және src өзімізге таныс. Бұл src деген мысалға видеода болды, аудиода және суреттерде src деген бар. Осы жерге мен өзімнің блогымды жазам, http://ertai.kz. Яғни бұл менің блогым. Енді браузерден ашып қараймыз. Мына жерде көріп отырғанымыздай менің блогым ашылды. Енді бұған қосымша атрибуттар бар, biz және his деген. Алдыңғы сабақтарды қараған болсаңыз, бұның қандай қызмет атқаратынын білесіз деген ойдамын. Biz деген ұзындығы, his деген тігінен, яғни тігінен ұзындығы. 500-ге мысалға 700 деп алайық. Осылай қарайтын болсақ, қазір менде не дәл осындай сайт ашылады. Яғни былайынша 500 және былайынша 700 міне дәл осындай. Яғни iframe деп отырғанымыз кез келген бір сайтты бұл өзіміздің HTML құжатымызға тасымалдауға болады. Яғни міне сол жағын басатын болсақ, міне осылай. Яғни осылай міне сайт көрініп тұрады. Енді егер ол сайт интернет сайт болатын болса, мысалға YouTube, VK немесе сол сияқты сайттарды қоя берсек болады. Бірақ міндетті түрде интернетті қосып қоямыз. Менде қазір интернет қосулы тұр. Ал егер интернетті қоспайтын болсақ, онда мына сайттар ашылмай қалады. Себебі бұл басқа бір серверде орнатылған сайт, сондықтан міндетті түрде интернет қосулы болуы керек. Енді бұл жерде frame border деген бар. Бұны қазір мен мысалға бірге қоятын болсам, қайтадан ашып қараймын мына жерде қалай екен. Мына жерде қарайтын болсақ, міне кішкене сызық пайда болды. Егер мен қазір мынаны 10-ға қоятын болсам, онда сәл бұл қалыңдай түседі. Енді бұл қатты қажет емес. Енді iframe'ді де мысалға кейбір жағдайда қолдануға болады, бірақ көбінде бұл көп веб-страницаларда бұлар қазіргі уақытта қолданылмайды. Дегенмен бұны қажет ететін кездер болады, сондықтан біліп жүргеніміз дұрыс болар. Осымен дәл осы сабақты аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше.